Көңілді хабарларымен университет өмірін қызықты еткен ITFM радиосы бүгін жаңа қатысушыларға арнап іріктеу кезеңін өткізбек. Ұйымға мүше болған шығармашыл жастар дәл мына студияда хабар дайындап, өзін медиа саласында байқап көреді. Іріктеу кезеңіне 50-ге жуық студент қатысты. Команда мүшелері IT радиосын дамытамыз деп келген жастармен танысып, радио жұмысы туралы ақпарат берді. Біздің ұйымымызда негізінде 3 бөлім бар. О радио жүргізушілер, SMM және де креатив бөлімдері. Соған байланысты біз негізгі радио жүргізушінің, яғни қойылған дикциясы, сөйлеу манері, камерадан қорықпауы, сонымен қоса өзінің топтастырылған әндерінің жиынтығына байланысты қабылдайтын боламыз. ITFM-нің бір ерекшелігі команда мүшелері келушілердің тәжірибесіне қарамастан оларды радио хабар дайындауға өздері үйретеді. Ұйымдағы радио, медиа, креатив бөлімдері бойынша бірнеше кабинетте сұхбаттасу өтті. Ұйымдастырушылар студенттерден неге бұл ұйымды таңдаған, қандай қабілеттері барын сұрады. Алдын ала дайындаған жұмыстар мен ұсыныстар да назардан тыс қалмады. Бүгін мен отборға келдім. Барлығы жақсы, маған ұнады. Ішіндегі атмосфера барлығы ұнады, керемет. Өтемін деген ойдамын. ITFM студенттердің шығармашылық және жүргізушілік қабілетін шыңдап, жан-жақты дамуына көмектесетін орта. Университетімізде осындай креатив ұйымның жұмыс істеуі білім алушылардың тың идеясын жүзеге асыруына таптырмас мүмкіндік. Аружан Апсаттар, Сабина Сабитова, IT жаңалықтары.